Сәлем баршаңызға. Бүгін ерекше тағамдардың бірі үнді тамағы деп айтады кей жерде жаппасай деп айтып жатады. Алдымен осылай 700 грамм ұнымызға бір жұмыртқа мен бір ас қасық тұз салып, жылы сумен илеп аламыз. Яғни қамырымызды дайындаймыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ немесе өте қатты болмау керек. Яғни орташа, қолға жабыспайтын және илеген кезде майысқақ болу керек. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, тұндырып 15 минутқа қойып қоямыз. Бұл уақытта өзіміздің жаңағы подливімізді жасаймыз. Бұл жерде менде 600-700 грамм етті барынша жұқа және кубиктап тураймыз. Яғни рубленное мясо дейміз ғой, солай жасап шығамыз. Фарш болса да болады, бірақ фарштан көрі осылай етті жіңішке етіп өзіңіз турасаңыз, өте дәмді және әдемі болып шығады. Етімізді табаға қорамыз, яғни сковородкаға. Енді көкөністерімізді тазалап аламыз. 5 картошка, 2 жуа, 1 помидор, яғни қызанақ және 1 сәбіз. Және 3 немесе 4 сарымсақ, яғни чеснок. Осылай жуамызды кубиктап тураймыз. Алдымен жіңішке етіп тураймыз, бірнеше бөлікке бөлеміз, одан кейін кубиктап тураймыз. Одан кейін сәбізімізді жіңішке етіп турап шығамыз, одан кейін ұзынша етіп тураймыз, одан кейін кубиктап тураймыз. Барлығын осындай бір формада, бір пішінде қорамыз. Яғни табада етпен бірге барлығы осындай формада болу керек. Достар, каналымызды қолдау ретінде подписаться кнопкасын басып, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Және поделиться кнопкасын басып, копировать ссылку деп WhatsApp чаттардан бөліссеңіз болады. Қызанақ бізде 1 штук, бірақ қалауыңыз бойынша 2 немесе 3 штук қылып қоссаңыз болады. Қызанақтың арқасында біздің подливіміз сондай сочный болып шығады. Яғни ол өзінің суын береді және дәмін береді. Дәмін, согын береді. Одан кейін осы картошкамызды суға салып қойып, кішкентай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Яғни кішкене ірі қыламыз, бірақ кубиктап тураймыз. Ашылған картошкамызды суға салуды ұмытпаймыз, себебі қарайып кетеді. Сондықтан осы дайын болған бірнеше бөлікке бөлінген картошкамызды суға салып қоямыз. 3 сарымсағымызды тазалап алдық. Енді шетінен турап, барынша жіңішке етіп тураймыз. Ауызда сезілмейтіндей болу керек, себебі сарымсағы өте сондай ашқылтым дәм береді, сондықтан тамақта сезілмеу керек, барынша майдалап тураймыз. Немесе кептірілген сарымсақ, дайын сарымсақ болса, 2 немесе 2,5 ас қасық қоссаңыз болады. Яғни дайын болған подливке уже ұсақталған кептірілген сарымсақ қоссаңыз болады. Осындай көкөністің санымен біздің тамағымыз, яғни подливіміз 6-5 адамға шығады, яғни 6 порциялық тамақ шығады. Немесе 2 табаға 2 жерден үлкен етіп ортақ тағам дайындасаңыз болады. Жалпы бұл тамақ өте дәмді шығады және жеуге де өте ыңғайлы. Яғни барлығы ұсақтап туралған және қасына қамыр болады, яғни қамырдың арқасында тойымды болып келеді. Етімізді барынша жұмсақ қылып пісіруге тырысамыз. Сондықтан табада бірінші етті майға қуырғаннан кейін баяу отта 10-15 минут ұстаймыз, яғни табамыздың қақпағын жауып бұқтырамыз. Бұқтырып
қойғаннан кейін 10-15 минуттан кейін еттің өзінің суы тартылады, майда ет жақсылап қуырылады. Содан кейін қана жуамызды қосамыз. Жуамызды қосқан кезде біздің етіміз жаңағы жабыспау керек, яғни жабысайын деп тұрған уақытта жуамызды салып жібереміз. Жуаның ол өзінің соғы шығады, өзінің сөлі бөлінеді сол жерде. Етпен бірге тағы да бұқтырамыз. 10 минут бұқтырамыз. Газымыздың астын басып қоямыз. Бұл жерде дайын болған қамырымызды, тұндырып қойған қамырымызды шығарып, осылай ұнды себелеп жайып шығамыз. Одан кейін қамырымыз біздің максимальный жіңішке болу керек, өте қалың болмау керек. Қалың болса, қамырымыз піспей қалады. Осылай бір қуырған етімізді жаңағы өзінің буында 15 минут бұқтырып алдық, крышкасын жауып, газымызды басып. Одан кейін осылай үстіне туралған жуамызды салдық. Жуамызбен 1-2 минут қуырамыз. Одан кейін өзінің соғында табамыздың қақпағын жауып, 10-15 минут тағы да бұқтырамыз. Етпен бірге жуамызды бұқтырамыз. Жайылған қамырымызға 3 ас қасық сумай құямыз, яғни подсолнечное масло. Алақанмен жайып шығамыз. Одан кейін бірнеше бөліктерге кесеміз. Кескен кезде байқаңыз, жаңағы оратылған кездегі өлшемді аласыз, яғни бүктеп көресіз. Одан кейін қалғанын осылай кесіп шығамыз. Себебі табамызға біз бүктеген күйде салып шығамыз. Одан кейін ортасына дайын болған подливті құямыз. Үлкендігін экранда көрсеттім. Ары қарай подливімізді жасай береміз. Осыдан кейін біздің жуамыздың және соғы, одан кейін еттің өзінің суы тартылып, осылайша 20 минутта етіміз қуырылып бітті. Одан кейін сәбізіміз салып, сәбізімізбен бірге тағы да 5 минут қуырамыз. 5 минут қуырып, крышкасын жауып бұқтырғаннан кейін дайын болған, яғни туралған картошкамызды сумен бірге қосып салып жібереміз. Одан кейін 1 ас қасық толтырмай тұз сеуіп шығамыз. Және толтырылмаған күйде 1 ас қасық қара бұрыш қосып себелеп шығамыз. Одан кейін 2 кішкене қасық үйдегі әмбебап приправаны қоссаңыз болады. Немесе қалауыңызға қарай паприка қоссаңыз болады. Осылай араластырып, баяу отта табамыздың қақпағын жауып, 20 минутта пісіріп шығамыз. Одан кейін бұл уақытта мантаваркамызды майлап, қамырымызды осылай жайып шығамыз. Бір-біріне жабыспаған дұрыс, яғни алшақтау етеміз. Одан кейін үстіне сала берсеңіз болады, себебі май жағылған, жабыспайды. Осылай 20 минут қайналған етімізбен көкөністің үстіне қызанағымыз салып жібереміз. Одан кейін сарымсағымыз саламыз, яғни чеснок. Табада барлық көкөністің суы тартылған. Бұл жерде біздің қызанағымыз енді өзінің соғын бөледі, яғни өзінің бір дәмін береді. Және сарымсақ, білесіздер, сарымсақ бізге керемет аромат береді. Одан кейін томат салуды ұмытпаймыз. Томат қызғыш түсті әдемі цвет береді және дәм береді. Қалауларыңызға қарай 2 ас қасықты толтырып салсаңыз болады, немесе егер қызғыш болған қаласаңыз, онда 3 ас қасық томат салсаңыз болады. Барлық осы подливіміздің пісу уақыты 40 минут, яғни 20 минут өзін бұқтырып алдық еттің өзін, одан кейін көкөніс 15 минут, одан кейін томатпен бірге 5 минут, яғни барлығын қосқанда 40 минут шамасы. Одан кейін біздің дайын болған қамырымызды мантаваркаға майлап салғаннан кейін қайнаған судың үстіндегі мантаваркадағы қамырымыз 15-20 минутта піседі. Яғни 15 минуттан кейін пісіріп қамырыңызды алсаңыз болады.
піскен қамырды бүктеп подливымызды құямыз.